Саламатсыз, Айдан Айбергенқызы. Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Мен сіздің жанұя жағдайыңыз туралы білемін. Бірақ сонда да сіз өзіңіздің өміріңізді қауіпке төндірмеңіз. Егер қандай да бір жағдай туындаған жағдайда, сіз 102 нөміріне соға алмайтын жағдайда болсаңыз, тұрғылықты мекенжай бойынша дәріханаға хабарласыңыз. Парацетамол бар ма деп сұрақ қойсаңыз, олар міндетті түрде сіздің жағдайыңызды түсінетін болады. Сондықтан соны ұмытпай, бірден хабарласыңыз. Түсінікті ғой? Түсінікті. Я, ұмытпаңыз, хабарласыңыз міндетті түрде. Жарайды, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Кездескенше. Dostlarım. Шаршамадың ба осы өміріңнен? Күн тиярақ шаршамадың ба? Қайда болдың осы уақытқа дейін? Basın adıma soğutmuş. Ömür olsun. Достар деп сол алқаштардың тіліне тиегі тимегенше алдағы күніңді ойласаңшы, Асқар. Асқар, түрімізге қараш. Не ішерге тамақ жоқ. Koy bu. Ішерге асымыз жоқ. Неге ойламайсың соны, Асқар? Aslan! Koy diyor ben sana ne? Basın da ortak bitmedi. Asqar, şarşattın sen beni. Sen beni şarşattın. Alo. Ya. Yüzelisin ya ki. Ya. Алло, аптека. Алло, сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмыз, аха. Сізде парацетамол бар ма екен? Жанұяңызда жанжал болып жатыр ма? Иә. Мекен жайды жазып ала қойыңызшы. Адрес қалай? Иә. Kimden söylüyorsun ya? Мен басым ауырған соң дәріханаға телефон Alo. соқтым. Kim o? Бұл аптеке еді ғой. Асқар, берші телефонымды. Doktor. Клиент парацетамол сұрап жатыр еді, қазір беріп жібереміз. Жақсы, түсінікті. Жақсы. Енді көзің жетті ме? Иә. Жетті. Adamın Скала биде деп қойып Ақсай, асалға текше жайға келдім, жедел жәрдем бересіз ба? Ақсай. Сол себепті келіп отыр. Ешқандай тыныштық бар. Ешқандай жанжал жоқ. Жанжал болмаса, айқай-шу болмаса біз келмейміз ғой бұл адреске. Жүр сыртқа орай. Алсайық. Тыныш.
Ассалаумағалейкум жігіттер. Өткенде келіп, мені қылмыс жасамай тұрып сабама түсіргендеріңе рахмет. Егер уақытылы келіп, менің есімді жидырмағандарыңда не боларын білмес едім. Сол себепті қызметтеріңе табыс пен сәттілік тілеймін. Оқасы жоқ, бұл жай ғана біздің жұмысымыз. Рахмет сендерге.